бол, балам. Бөжей, Аңтұрғанның баласының сәлемін неге аласың? Абай, балам, бізді көрсең, барып сәлем берді береткен. Әкең бе? Әлде өзің біліп беріп тұрмысың сәлемді? Үйретінде емес. Өзіңізді әдетам амандасайын. Батаңызды алайын дедім. Жетпегірдің баласына не деп бата беруші еді? Байсал, төсіп, сендер бата бермеймін дегенмен болайын деп тұрған бала екен. Азырақ айыл қылыңдар. 300-дің алды бол. Іздегенің ақиқат, көтергенің әділеттің туы болсын. Еліңнің жүгімен арқан жауыр болсын. О, жаратқан ем, жалғызақ, осы балаға Құнанбайдың несін бере көрме. Әумин. Сәл сабыретші Тоғжан. Таң айтып қалды. Біреу көріп қойса, масқара боламыз. Бөгелмеңіз. Барыңыз. Енді маған келмеңіз. Енді екеумізге қайтып кездесу күніміз деген келіп тұр ма? Иә. Енді бәрі кеш. Біреулер келе жатыр. Менің әкем сүйіндікпен, сіздің әкеңіздің араз екен бүкіл ауыл біледі. Олар егер бізді көріп қойса, сізді бірінші жазалайды. Келе жатыр. Қош, Абай. Тоқташы, Тоғжан, кетпеші. Қош, Тоғжан. Жарқ етпес, қара көңілім не қылса да. Аспанда айменен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар. Саған жар менен артық табылса да. Сорласып, сарғайса да, сағынса да, жартайып, жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды, риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табынса да. Қайреке, өрледіңіз. Өрлеген сіздердей, сізге адамдар келіңіз. Өз айтасың. Бісміллә. Ай, жастарым-ай, сендерді әйін, ит мініп үйірі қамсаға заманға тап болдыңдар ау. Шеркен, мұна менің заманымды айтсайшы, батырлық, серлік, тоқшылық та мұна менің заманым деді ғой. Қайреке, сіздің заманыңыз дегеніңіз қай жері жақсы? Әркім өз заманының құлы емес пе? Сіздің заманыңызда екі ел арасында
топ кісі қатынасып жүрмесе, жалғыз жарым кісі қатынаса алмай шадау. Ұрлық, қарлық, барымтаның көпшілігі соншалықты. Ән алып кетті, мені алып кетті деп. Кәрі жасқа дейін қатын қалаш еркін асынша алмаушы едау. Ондай заманның қайырыңын жақсылық көреміз қайреке. Ол кезде қазақтың қолы өз аузына жетіп отырады ғой. Әлгі бір жолы орысқа қарап қалған жоқ еді. Не дегенмен де менің заманым, пайғамбардың заманы. Ой қайреке, Алатаудың басы күнге жақын емес пе? Сонысына қарамастан басында мәңгілік қар жатады. Сайында неше түрлі өсімдік, жеміс жидектер өніп өсіп шығады. Рахым жақсылыққа алысшы, бірақ алыста жақсылық жоқ емес пе? Сіз пайғамбарымыздың заманына Әзіреті Әлидің әкесінен жақын емессіз. Оның әкесінің өзі мұсылман болмаған. Құнекей деймді, бала айтқанды тыңдаса бола ғой. Қонақтар жайғасыңыз, төрге шығыңыз. Ассалаумағалейкум. Төрге шығыңыз. Мырза, бәріміз де көп баланың ішінен біреуінен үміт күтіп отырғанымыз анық. Ал өзіңше, ертең балаларын өзіңнің жолын қуып, ортаға көп кетсер, қайсы деп ойлайсың? Атадан алтау тумас па? Атадан алтау туса, ішіндегі біреуі арыстан болмас па? Деген екен бабаларымыз. Құнекеңнің 6 баласының ішінен топқа түсетіні Ысқақ. Ауыздарыңа абай түспегеніне қайран қалып отырмын. Дегенмен, балаға алдымен әкесінші. Дұрыс. Өз басым не болса да осы жаман қарадан күтемін. Ассалаумағалейкум билер. Уағалейкумассалам. Айсал, күздігіні бұл қыстаудан дәме қылма. Қыстау өзіме қайтады. Мырза, жастан жасасып келеді. Содан менен жерсекенді, мына ел ішінде сен жақсы білмейтін кісі жоқ. Сіз жерсемесіз ғой. 15 қыстауының 14-ін қайтып алыпсыз ғой. Маған тегені қайтады. Сөзі ғой болды, күшіге дайындал. Саған беретін артық қыстауым жоқ. Жөнімді айтып едің жібімедім. Сол жер үшін кеше қадірлі бөжейді де жұтып едім. Содан жаным ардақты емес, айтқанымнан қайтпайын. Бұл қыстаудан кетпеймін. Ей, әбен! Кел бері. Ауылымның іргесіне егесіп келіп қонып отыр ғой. Жылқысын қаптатар жайым жоқ. Дереу қолдарыңа сойыл алыңдар. Жылқыларын сойылдап, Байсалдың әр жағына айдап тастаңдар. Тоқта, әке, сіз қайтып келе тұрсыз? Жылқыны қумаңдар, сойылдама. Жай ғана жылқысын айтыңдар да қайта жөнеледі. Әке, шілденің күнінде шөп деген тұтып тұрған шақта, мынау ағайынға реніш салған не қисынға сыймақ? Немене, Байсалдың дауына жауап айтар жақшық төкпең? Сол бір қыстаудың зарынан кеше қасыңызға еріп, тіпті қолыңызды қостап отырған бөжейді сабатуға дейін бардыңыз. Енді міне кезек Байсалға келді ме? Несі бар? Жау тигенді етеміз. Тоқта сен, құтырма! Құтырма! Оразбай деймін. Суырма, сен менімен ерегіспек пең? Жоқ, әке. Өлім деген бір елдің кәдесі үшін түс жайсы тіпті жол емес. Мен қартайдым. Жақсы жаман өмірімді осы алыс-жұлыспен өткіздім. Кім үшін алыстым? Әрине, сендер үшін алыстым. Енді міне, сендер ер жеттіңдер. Билікті өз қолдарыңа алатын кез келді. Егер мен көргендей жағдай бастарыңа туса, ол міндетті түрде келеді. Осы менің айтпағым. Әке, сенгеніңізге рахмет. Бірақ айтарым, арқа басыңызды бұдан былайғы ауыртпалықтан босату керек. Бірақ менің бір айтарым бар. Ұсынған орныңызға әрі ағалық жолы бар, әрі ебі де бар. Болыстыққа тәкежан лайық сол болсын. Адам елді билеу үшін өзін комиссетке әкету керек. Піспеген адамның қолындағы билік, жас баланың қолындағы ұстар аспеттес. Не өзі арандайды, не болмаса өзгені арандатады емес пе? Сен оқыдың да білім алдың. Ұстаз көрдің. Бірақ сол білімің саған әке сыйлауды үйретпеді ме? Маған біткен, саған да біткен екен. Алдыма кісі түсірмеймін деуші едім. Шіркін Қаратай-ай, бөжей менде сол арас қылып еді. Көп алдында менің алдымнан неге көлденеңдейсің? Ел не деп ойлайды? Ендігәрі менімен салғыласпа. Өзіңізбен сөз таластырғаныма өзім де өтіп келемін, әке.
Менің үстімнен арыз жазып жүргенде сол Қаратай ғой. Қаратай секілділердің бар арманы біздер мен елдің арасын арандату, ажырату. Балам, өзіңе кез келгенде айтпақ болып жүрген сөзім бар еді. Соны тыңда. Яке, құлағымыз сіз. Басыңнан 3 түрлімін көрем, соны тыңда. Ең әуелі арзан мен қымбаттың парқын айырмайсың. Өзіңде барыңды арзан ұстайсың. Көк күлкіге, болымсыз ермекке асылыңды шашасың. Жайдақсың. Жайдақ суды итте, құста жалайды. Екінші, дос пен қасты сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Ел билейтін адам ондай болмайды. Басыңа ел үйірмейді. Үшінші, орысшылсың. Я балам орысшылсың. Солай қарай ден қойып барасың. Дін мұсылман жас санайтынын ескермейсің. Әке, осы үш айтқандарыңызге де дау айтамын. Дау айтарым сөзсіз. Үшеуінде де өзім күресінемін. Себебі, мен жайдақ суға теңгердіңіз мені. Қолымда құралы бар. Бірен саранға ғана тиетін Шыңыраудағы су болғанша, құралды құралсыз, кедей кепшік жас кәрі, жарлы Жақыбайдың бәріне тиесілі жайдақ су болғанда ақыт деп білдім. Екіншіңіз, ел білейтін адамның мінезі туралы айттыңыз. Менің білуімше, бұл қазақ бұрындары бір қора қой секілді болған. Бір қора қойды қойшы айт десе өргізіп, шайт десе жарайзатын болған. Ал бертін келе ел түйе секілді болған екен. Алдына тасатсам ғана барып, аңырап бұрылатын. Ал біздің заманымызда қиыншы әке. Біздің заманымыздағы қазақтар қазір жылқы іспеттес. Оны тек қана суыққа шыдап, жеңін жастық, етегін төсек ете білген адам ғана бағалады. Жанашыры, қамқоршысы бар адам ғана бағалады әке. Орысшылсың дейсіз. Халқыма, өзіме керекті өнер білім сол орыста болса, оны үйреніп білмеу надандық болар. Бірақ қасиет болмаса екен. Мен атақ, абырой алым үшін ең алдымен адалдық керек. Ешкімді ала көрмей, адалына бөлісу. Кемтарға жәрдемдесу керек дегенді ертеден ойыма бекіттім. Мен жасымда Алладан былай тіледім. Маған бақ бер. Бақ берсең де өлет бер. Әкімшілікті бер. Бірақ елді бетіме қаратып алғанша істеген жаманқылықтарымды кеш. Ол тілектерімді беріп, кемеліне келгеннен кейін берген бағыңды, берген дәулетіңді, берген әкімшілігіңді орнына жұмсай алмайтын болсам, екі аяқтың сорлы сықыл дедім. Егер мен көргендей жағдай басыңа туса, ол міндетті түрде келеді. Жау сырттан келмейді балам, іштен келеді. Сол себепті жаман жәдікке, адал момынға жәрдем ет балам. Осы менің айтпағым. Яке, айтпағыңыз орындайды. Құдай, енді бізді абайдың алдына ұрлықпен алып бармасын. Несі ол? Соншалық кісі жейтін адам ба? Ойбай айтпа, оның алдына өтірікпен бара алмайсың. Жаның қалса, шын сөзінің арқасында қалады. Әуелі абайдың алдына ұрлықпен батып көрсеңші. Не істейді сонда? Арқаңа темір қыздырып басады ма? Бір жолы мені қысты күні үстіме мұздай су құйып тергегені бар. Міне. Жә, оны қойшы. Бәрінен де жауып алып тергегенде ұяттан өле жаздайсың. Ұрлаған малың түгілі, ішегіңнің қыртысына дейін бәрін жайып саласың. Қылмысыңды қалай мойындағаныңды білмей де қаласың. Қаттырасың. Айтпақшы, сенің әлгі абайға шығарған өлең бар емес пе? Иә, бар. Айтсаңшы, сон бір көңіл күйіміз көтерейік. Сөйтсеңші бір тыңдай. Ал жарайды айтсам айтайын. Күнту болыс болғанда жортқаным-ай, керей менен найманды тортқаным-ай, қазы менен қарынды кертіп шайнап, абай болыс болғанда қорққаным-ай.
Өзім біліп барлап көрмеген өзгеше жалын тудырдым. Сенің жіңішке, сұңғақ бойың, сұлу көзің, шиеде ернің маған барынша өзгеше болып көрінеді. Гүлдей аңқыған есіңмен, жалындай сығыл лебіңмен сен менің тұла бойымды билеп алдың. Мен сені қалайша өзге жанға қиямын. Сенің басың маған қандайлы екен айтпай қояйын. Екеуміздің арамыздағы махаббат ыстық сәулелі, өзгеше таза қасиет сезімнен әсер ала туған махаббат есетті. Қанша сүйіп, жалын құша жүрсем де, осы күйімді ешкімге, еш жақта ашпай сақтап қалу қолымнан келер деп жүруші едім. Уақыт өткен сайын шыдамсыздыққа көбірек ұшырасам, шыдай алар емеспін. Сенен айырылмақ ниетім жоқ. Мен де сені өзгеге қиялым. Қорқамын дәрмен, қорқамын. Сенің басыңа қонған бақ емес. Пәле болам ба деп қорқамын. Алма шаузыңа ондай сөзі, мәңгілік сертім болсын. Мен сені әрдайым қорғап өтемін. Мәкен! Келіп қалды, барыңыз. Қайдасың, Мәкен? Мәкен! Анау тұрған Мәкенсің бе? Бері қарай басшы. Бер. Маған бір мойныңды дейм. Мен саған бері қарай бас дедім. Бер. Дәл қазір үйіңе қайт. Кет мынау кесір топтан. Ақ күнде сенің үйіңе келемін де аламын. Бар енді. Сізге не көрінді? Мұнша тасырлап, неден біліндіңіз? Доғат сөз алына бетінен. Тез жөнел үйіңе. Тез. Ақырмаңыз. Мен сіздің әйеліңіз болғам жоғар. Болам деп те жүргем жоқ. Өшіріңді жүзі қара. Өшір. Орған. Жалғыз. Тоқтат! Айван мұсың, не деген арсы адамсың? Тұр бұлай жолымнан. Қара түсем дейтін шығарсың. Жерге тықарым шетіңнен. Тұр! Мәкен, сендей адамға қорқылмасын. Әлім келгенше алысып өтем. Қыз еркіне жібер, өз қалауын жасасын. Таққан екенсің ақымақты. Мәкен менің өмірлік қосағым. Жесірім! Оны менен ешкімде тату алмайды, ешкім. Сондықтан тұр бұлай жолымнан. Тұр! Қойыңыздар, қойсаңдаршы. Кім бар? Көмектесіңдер, құтқарыңдар. О не? Немене бұл кім? Сен елің абай шығар. Есіңде болсын. Абай түгіл, ана құдайыңды қоратсаң да. Жерге тығармын. Ендігісім сенмен болсын. Серттірім серт. Тақтырайын сазайыңды. Еш жеріңе зақым келген жоқ па? Мен үшін сен кетім болдың ау. О не деген? Сен үшін алысып өлсем арманым жоқ. Сені біреудің аяққа салып таптағанын көріп тұра алмаймын. Мәңгі қашқын болып өтуім бар. Енді қайтып дайырдың жүзін көруден сескенемін. Құтқара көрші мені мына дауылдан. Мен сендікпін. Жалғыз тастай көрмеймін. Қашық жабы. О немене? Жаңа ұстырт жүрген кім? Сендерге не болған? Әбшаға, сені шыдай алар емес. Дайырдың осаған әлегі де жетер. Абайдай язағаның басына кес салмай өтсем деуші едім. Халықтың басына әлек салам ба деп қорқамын. Дәрмен, сен жасқанба. Мен білем, сен әсіресе Абай ағаңды қинаймын ғой. Дос жаранда әлекке салам ғой деп жасқанатын шығарсың. Ең алдымен осындай күдікті жол. Әрине, жеңіл емес, ауыр әлек, үлкен салмақ саласың дос жараңа. Егер сен дәрмен болмай, әлде басқа біреу болсаң, бұлай жасқану именуге болады. Ал сенің басың үшін мен айтайын, өзім де, әкем де бір салмағыңды кейінбек көтереміз. Менің бұл сөздерімді Мәкен екеуің әсте естерінен шығармаңдар. Әбшаға, сізге көп рахмет. Осындай қиын шақта қасынан табылады, сіздей жақын болғанына қуанамын. Жүк ауырын нар көтерер демекші, нар тәуекелге бел бұл. Осы түні Мәкенді алып қашам деп едім. Сіз болыскен не дейсіз? Сүйген жарымнан айырылып қалма. Мәкен келісімін берсе, қолдаушың барда, көзді жұмда тарта бер. Алла өзің жар бола көр. Иншалла, молынан болғай. Ассалаумағалейкум мырзалар. Дайырмысың? Сені де көретін күн болады екен-ау.
Байқайым ашылысың ғой. Ясыз? Сізден көмек сұрағалы келіп тұрмын. Не болып қалды? Сіз бен біздің жауымыз бір болғалы тұр байке. Әлгі орсымақ абайыңызбен қасында ғана бөлтіктер қосылып, менің жолымды кеспек ойлары бар. Жесір мәкенді қараттарының астына алып, маған қарсы қойып отыр. Енді мен жауымның қолында өлмей, намысымды жақ күткен әлгі жесірім мәкеннің қолында өлмей, тағатта бар емеспін. Сабыр, тағат таппаймын. Енді байеке, етер себебіңізбен берер қол ұшыңыз болса, бірігіп көрейік. Абай, тағы құтырайын деген екенсің ғой. Осы жол жақсап саза айтып тұрам. Әлі осы түгендер үшін опық жер. Мәкенді әлгі абайын жігіті дәрмен емес пе? Сол алып қашып отыр. Енді мен жетсез кісі болып, қалаға осы өңірде жетіп, мына тіздің үстіме шапқылап отырып, асыз келіп отырмын. Олай болса янып қалма. Қолыңнан келген жалысып өт. Мен де янып қалмаспын. Қазір жастар құтырайын деген екен. Ата жолда дәстүрден аттап қайда бармақ? Өзден шағына орыс романдан оқығандар қазақтар арасында істемек қой. Істе ата жолын қуған аталы кісілер тұрғанда олар бола қоймас. Оның бәрін асырып жүрген ана Қуабай ғой. Ол ойлағаны бола қоймас. Қазір қолма-қол жауабын аламын. Өзгенің емес, дәл осы жолы қос қолыммен сол абайды жағадан аламын. Жағадан алып табанның астына тастаймын. Мен дегенің тек осы серттігінің үстінде ғана табыл. Соңымда бол, Ишентай, Сейсеке. Екеуі тез абайға жөнеліңдер. Осы айтқандарының бәрін мүлтіксіз жеткізіңдер. Бұйырсаңыз болды байеке. Басына келуге дайынбыз. Байсекір, Сахараның таластарсын сүймейсің ғой. Шорқақсың ғой. Қасымда отырсаң болды. Ана жауымен сөйлесесің сөзі өзіме қоя бер. Тек қана үндемей отыр. Сонында жетер. Бар жайдан қанықпын. Не айтпағыңды да барлап отырғандаймын. Берік жайға жайғасып көріңдер. Ұлыққа арыз жазып, сол арызбен Мәкенді еңгізуден басқа шара жоқ. Әбішке айтыңдар арыз жаз. Жағалауда Сейіл деген қайықшы тұрады. Соны тауып алып, арғы жағаға өтесіңдер. Мына хатты Әбішке барып табыстарсың. Ой, несі тағы? Айтсаңдаршы, жау шапты ма? Не болды? Шешуін табайын деп бекінсең, жайыңа отыр. Жазылып сұрағаным ба? Абай аға, сізге көп рахмет. Мен үшін сіз келетін болыңыз ау. Арты сөзді қой дәрмен, женеден. Не деді? Ұрысқан келген жоқ па? Жоқ, ұрысқан жоқ. Бірақ аңдауымша, менің жайымнан алдында бір кейс күйін үстінде отырған тәрізді. Маған ұрысқан жоқ, көп сөзге атқан жоқ. Мына хатты Әбішке жеткізші. Жаңа Абай ағам Әбішке беріп еді. Осы істің жайы болар, немесе ақыл көмек айтып жатқан шығар. Жөнел. Уағалейкумассалам. Я Есентай, кел отыр жайғас. Өзің де біліп отырған шығарсың. Ана екі қашқынды қанатының астына алғанды ғой. Олар отпен ойнап жүр. Әлгі дәрменнің осы құтырғанында жетер. Мәкенді жайына жіберсін. Мәкен дайырдың жесірі, ал інісі қайырдың айттырғаны. Әлгі шешесі мен Мәкенге қамқор болып отырғанда сол дайыр. Сөз созып қайтемін. Абай, бұл жайына не айтасың? Әуелгі сөзді өзің айт. Не ниетпен келіп едің соныңдай. Ең әуелі мақсұт еткенім, сенің не дейтініңді білу. Не айтасың мұналарыңа? Мен айтсам, жастардікі оқ аттық, олар айыпты. Ал менің айтарым сол. Айыпты жазықты ғой. Жазасы не болмаған ендеше? Сен айтшы, сенде жазасы не болсын осы? Жазасы сол. Абай құптамаса ұстамасын бүлікті. Маған берсін. Мойындарына арқан тартып, сүйретіп өлтірейін дейді оразбай. Сен басқаға бітпеймін дей ме? Басқаны аузынан алдырмаймын дейді. Сендер не деп отырсыңдар?
Қай заманда, қай жерде отырмын деп ойлайсыңдар? Ей абай, шешендік салыстыра келген жоқ. Ендеше қалған тұнда. Оразбай осы жолы қашқындар ғана емес, абайдың дәл өзін қанды мойын айыпкер етіп танып, табанының астында таптамай тынбаймын дейді. Жігітекке бір қуды, бұзықтыны ол ұстаса, бұл қаланың қалған бұзықтысын мен де ұстай беремін. Аяқ аспаннан салбырап түскен жоқ. Көзін ашып қарасын, абай деді. Оразбайдың күшіктері, сен елші болып не әкеліп тұрсың өзің, ей? Сен келіс сөзде келмей, кетіп сөзде келіпсің ғой. Бар ендеше айтып бар Оразбайға істеп көрсін зұлымдығын. Бірақ ұмытпасын, жер тәңірсіп құтырайын деген екен. Жерге тығатын күш бар. Бар айтып бар Оразбайға. Біз айтар сөзді айттық. Ендігі шешімді өзің қабылдарсың. Байқайсың, Оразбай қатулы, шалыс басып жүрме. Шық бар жүре бер. Ей, тоқтай тұрыңдаршы. Оразбайға сәлем айта бардыңдар. Абайдың мына қылып отырған мен жоқтамаймын. Қолымнан келер көмегім болса аянып қалмаспын. Ал іздегендерің жаңа ғана осында келіп кетті. Тездетіп жүрсеңдер қуып жетесіңдер. Алда жаңалықтар болып жатса айта жатармын. Ал жөнеліңдер. Бірде болса Құнанбай ұрпағында жөн түзу адам бар екен ау. Оған да шүкір.
Мен айналаға сақ болып жүріп, біраз күннің міндет екенін естерінен шығармаңдар. Мен қолымнан келер көмекті аянып қалмаспын. Абай даяғанның қолдауына ие болған бұл істі бізде қажет емеспіз. Осындай қиын шақта қасынан табыла білгендерің үшін өмір бойы қарыздарым өтеді. Қонақтар келіп қалыпты. Ассалаумағалейкум. Өлетіңдер. Қой Сәбішақ. О, әреке. Әреке, қой. Бісміллә. Айнала қауіп қатер болса да, қазір бірақ нәрсеге ырзамын. Қаладан мен кетпей тұрып жеткендерің бір жақсы болды. Әлім келгенше, қолымнан келгенше, дәрмен, Мәкен екеуің үшін аянарым жоқ. Ертең ұлықтар кеңселеріне мына арызымен өзім кіремін. Сендерге айтарым, қыбыр етпе, қиналмай, бірде-бір нәрсені ойға алмай, тек тыныш бола беріңдер. Енді сендер етер әрекет бітті. Қалған тақмет менде. Мына Кәкітайда. Жауда жаман, бірақ жағаласып да қалар заман. Осы отырған азғана топ жаңағы сөздерімді өздеріңе айтып өтінгелі келдім. Мына Мағаштың да айтары өтінер осы болса керек. Мәкен менің бала кезден бірге өскен досым. Сенің басыңа мұндай қысталар күн туғанда мен де қарап тұралар емеспін. Не көрсем де шыдағаным. Мәкен, қамықпа. Шыдайсың сен, шыдайсың. Осы ойынға салынғанды қойыңдар. Әлі-ақ бұл күндер ұмыт болып қалар. Ал енді мен іске кірісейін. Мына арызға өз қолыңды қой. Менен жақсы хабар күтіңдер. Сау болыңдар. Болаттай берік болыңдар. Мәкен, өзіңді күт, уайымға салынба. Әрақ бәрі жақсы бол. Естеріңде болсын. Түнде келгенде де көше бойлап жүрмегейсіңдер. Бұл затонға түндегі жүрістің өзі де әр үйдің итін үргізіп елеңдетіп тұрады. Кім келді, немен кетті дегенде қазақ емес пе? Осы отырған затон елінің өзі де естігі шақ сұрағы шақ болады. Соны ойлап мен сендерді қақпадан елсізге шығарып салайын. Келгенде де кеткенде де тек сол жолмен ғана жүргейсіңдер. Жақсы әреке, рахмет. Ойбай! Жандарым жетіп қалып кесендер. Қап бәлем, түстің ме олға? Көрсетейін онда мен саған біреудің жесін алып қаш кеткенін қандай болатын. Ал, көрейін әуселеңді, енді қырамын бәрін шекіңнен. Ал, келіңдер. Қайда? Мәкен қайда? Дәрмен қайда? Не болған сендерге? Шабыңдар, жетіңдер көп болған жоқ. Паромға шейін жетіңдер. Бағана ғана кетті. Қаптап келіп қырғын жасап кетті. Әбдібен Мәкен алып кетті. Барыңдар тез. Бізден жақсы хабар күт. Көршілерің ше. Жүр. Кейін қайт. Мынау паром үстінде жаңа ғана затонда болған разбойдың қан төгістің айыпкерлері кетіп барады. Бұл бұзықтылар мен қылмыстылардың құрбандықтары да бар осында. Мен барып полицейскелерді ертіп келемін. Саған шекті тапсырылатын міндет паромды қайта жүргізбе, қыбыр еткізбе. Ішінен бірде-бір кісіні шығармай осы жағада ұстауыңызды сұраймын. Сізге бұйрық беруші военно-полевая артиллерияның поручигі Өскенбаев. Ұқтыңыз ба? Так точно, ваше благородие, господин поручик.
Барлығын тауып маған алып келіңдер. Тез кет. Қайда дайыр? Қайда қаншер құрамай? Әкеңнің сөзі құны бар ма? Мына мен дайыр. Сен де дайыр. Бә онда. Жалғыз қамшы қаным қалғанша, мәкең мен дәрменге сенің таяғыңды тигізбеймін. Антым сол, қара қаныңды абзамын. Абайдың айдағанымен жүретін ит немелер, сендерді құтырайын дедіңдер ме? Ал онда сен еріне күштеріңді көрейік ал. Берген Мына соққан тоқтатуларыңыз сұрайын. Бұл бұзықтар адам жанын қиғаннан басқаны білмейді. Барлығын ұстап бөлімшеге апарыңдар. Бұлармен жеке өзім сөйлесем. Берген арызыңыздан қайтпайсыз ба? Осындағы сөздеріңізде тұрасыз. Жоқ бүгінгі жанжал, әлек, қатты өгісті көрген соң. Бұрынғы байлауыңыздан қайтпайсыз ба? Соныңызды айтыңызшы. Тақсыр, мен көптен зар шеккен жылаулармын. Қалада әділдік бар деп, өзіңіздің панаңызды іздеп келгенмін. Солай өзім іздеп келіп, кеше берген арызымнан бүгін қалаймын. Екі айтарым жоқ. Сол арыздағы сөзім сөз. Мен мынау, дәрмен деген адамға өз өмірімді, өз еркіммен қоссам деп ем, тілек әкеп тұрмын сіздің алдыңызға. Сол өтінішім бойынша, ноқталы басыма, қасіретті халіме қорған болыңыз деймін. Азаттық тілеймін, ақ патшаның әділ заңынан. Поручик Мырза Өскенбаев, мен сізге бір жайды мәлім етейін. Әзім қызы Мәкеннің арыз тілегі патшалық кеңселерге жеткен соң, ескерусіз, тексерусіз қалмайды, әрине. Әдетте бұндай істердің барлығы Сахараның өз заңы мен шариғаты бойынша тексеріліп, шешіліп келген. Біздің кеңселерге бұрын соңды бұндай істер келіп түспегенді. Ол ретте қарасақ, Әзімова қазақ даласы мен Россия заңы арқылы бойынша өз басына азаттық тілеуші бірінші әйел. Сонымен қатар, шығыс әйелдерінің эмансипациясы үшін күресуші бірінші әйел деуге болады. Бұл іске сіздің қатысуыңызды, менің қатысуымды, әділет үшін қатысудың бір түрі деп түсінейік. Менің ойымдағын айттыңыз-ау. Даланың жабайылығынан қашқан панасыз айласыз жастарды патшалық әкімшілігінің панасына келіп отырмын. Мен бұл іс жайында толығырақ анықтап тілеймін. Оған не күте алсаңыздар, күте тұрыңыздар. Қорықпа, сот біздікі. Біз жеңеміз. Болма жатып пәле ұлдызыма әкең саған. Тек тұрысып көрінір әкең екеу. Өлсе жерге жетіпсің, өкіметің. Мен пәле қуғам жоқ, бірақ пәле тудырам деуші мен алысуға шықтым. Біліп қойыңыз, ардан, аяныштан аттаған жыртқыш жауыз болса, мен де оған әкемсіз қарсы шығамын. Өкінбестен, аянбастан алыса білемін. Есінде болсын, ақсақал. Көремін, шығып көр, шыдап көр көлделең. Тоқтатыңыздар. Бұл не деген бассыздық? Тыныштыра алмайды екенсіздер. Ендеше шығып тұрыңыздар. Есік әне тұр. Бұл істі мен тергеймін, сот тергейді. Бұл іске менің араласқан себебім, мен билеп тұрған орында қанты өгіс жанжал болғандықтан, соның ғана тоқтатушы болатынмын. Қызды қуып дау айтушыларды да, баршаңды да сот алдында айдаймын. Ендігі кезекте сөздеріңізді сол мекемеде айтасыздар. Рас, Ояз сөзі бастан аяқ орынды. Заңға келсек, біз тентек, сотқа жіберсін, заңға келсін. Бірақ мынадай бір өтінішке бола, Ояз да сотта теріс деп қарсы шықпас дейміз. Сот шешімі осы бүліктің, екі бүліктің қосылмауы турасында емес пе? Ендеше, Маковецкий, мейлің, өзің шеш, сотың кесісін. Бірақ дәл қазір біздің өтінішімізді ескерсең, бүлік қызбет, қашқын жігітті түзе қостырып отырғызба. Екеуін екі абақ тұра ұстап тергеңдер. Ойлағаның бола қоймас. Байекем, сіздің бұлай жатқандарыңыздың барлығы патша әкімшілігінің законы жоқ. Істі жан жүзінде жүзеге асырамыз. Я, бірақ мұсылман әйелдерінің неке талақ жөндерінде шариғатқа тиісті. Бұл істі мешіт имамдары, дін басылары шешуге жол. Бұл шаққа шейін біздің ата-бабаларымыз қыз ұзату, жесір алу, қалың төлеу заңдарымызға қол сұқпаған болатын. Қарсы алдыңға өртіңді, өртеп қалабай. Өрттейміз. Өрттің бәрі жаман дегенді кім айтты саған?
Өт жақсы демексің ғой сонымен, Сіздер әлі алысып тұрсыздар ма? Сотта кездесеміз дедім ғой. Шығыңыздар қане. Ал сіз бізден бірге қаласыз. Жүріңіз. Барлық түскен арызада сұспастамасы түгелмен қарап шығып, мынадай шешім шығарды. Әзім қызы Мәкеннің патшалық законына сүйенген округ соты Мәкеннің басына азаттық береді. Жұмысты сақтаймыз. Ал қалың мал мен мүлік дауын қазақтың өз заңына бұйырады. Дайырға тимей, өзінің қалаған адамына тиюге қызға рұқсат етіледі. Және де қыздың басына азаттық қағазы беріледі. Шақырылуы мен Ысқақұлы Гәкті келісіп, тыныштығында бармыз. Біздің шешім осылай. Сот аяқталды. Бара түссін барына аса түссін, бүлдіре түссін абай. Бұны бір ған тартып барады ғой. Тостым алдын тағы да. Үндеме. Соңында жазылып жеңіп деген осы ғой. Бастысы әділдік деген осы мен. Абай аға, сіз көп рахмет. Әдет билікқыр деген осы ғой. Бәріңізге де аға. Дос, мамырым. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай мен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылсаdır. Сорласыр, сарғайса да, сағынса да, жартайып, жақсы сөзден жаңылса да, шыдайда риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табылса да. Талай сөз содан бұрын көп айтқанмын, түбін ойлап, уайым жеп айтқанмын. Ақылдылар арланып ұялған соң, ойланып, түзелеме деп айтқанмын. Жұртымай, шорқақтамай сөзге түсін. Ойланшы, сырдың қойып сөздің ішін, ыржаңдамай тыңдасаң нең кетеді. Шығарылған сөз емес қой әркім үшін. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзің есен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Адамзат бүгін адам ертең топырақ, бүгін көмір жарқылдар алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. Арттағыға сөзің мен ісің қалсын, өлсең де өлмегенмен боласың тең. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарыз үшін еңбек қылсаң, Алланың, Құдайдың сүйген құлының бірі боласың. Ал күллі адамзат баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Біріншісі залымдық, екіншісі еріншектік, үшіншісі адамдық деп білерсің. Сонан қашпақ керек. Осыны көп ойлай бер болсаң зерек. Еңбек тұсап, арыз сатып неге керек? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Күллі адамзат баласын қор қылатын үш-ақ нәрсе: Сократқа өшкізген, Анна Даркты отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көпте ақыл жоқ, ебін тапты жөнге салып. Егер мен қолымда закон қуаты бар кісі болатын болсам,
Адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Ей Зейнхар, сенен сұрайын деген бір ісім бар. Осы біздің қазақта өлісінде жаманы жоқ, ал тірісінде жамандаудан аманы жоқ болатындығы қалай? Қарны тоқтық, уайымы жоқтық аздырар адам баласын. Таласып босқа, жау болып тосқа, қор болып қорып барасың. Өтірік шағың толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Анадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын еттеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым тапшыным. Елімнің жарқын болашағы алда. Оған сенім зор, оған сенім зор. Бірақ мен өз өмірімде көрмеспін ол күнді. Болмаспын ол заманда. Бірақ алда заман өзгереді. Жаңа заңдар туар. Түгел халық болып ырысқа кенеліскен күн туар. Сол заман үшін бір ғана шөмшектей, бір ғана кірпіштей кезек қалап кетсем армансызбын. Сәлемдеңдер соларға, сәлемдеңдер достарым!